Шымкенттің жаңа өркениет биігінде қарыштап дамуы ең әуелі оның инфрақұрылымын барынша өркендету міндеттеріне үлкен жауапкершілік жүктейді. Биылғы жылы жолдардың өткізу қабілетін көтеру үшін 13 магистральды жолды қайта құру, 4 көпірдің құрылысы, Қонаев даңғылының жалғасы А2 айналма жолы, номер 1 автожол, Адырбеков көшесін қайта құру, Әл-Фараби көшесінің жалғасын салу жоспарлануда. Қазіргі таңда қала үшін ең маңызды мәселенің бірі жол сапасы мен көшедегі көлік қозғалысын реттеу. Биыл Шымкент қаласында жол құрылысы бұрын-соңды болмаған қарқынмен дамуда. 3 жылдық меже 1 жылда орындалуда. Жалпы Шымкент қаласында 2977 шақырымды құрайтын автомобиль жолдары бар. Қалада автомобиль жолдары саласын дамытуға 2020 жылы жалпы 25,3 миллиард теңге қаралып, 256 нысан немесе 411,8 шақырым жолдар мен көшелер құрылыс жөндеу жұмыстарымен қамтылған. Жыл соңына дейін 309,2 шақырым немесе 239 нысан пайдалануға тапсырылады. Жарты жылдың қорытындысымен 146,5 шақырымды құрайтын 126 нысан аяқталды. Нәтижесінде жақсы және қанағатты жағдайдағы жолдардың үлесі 2019 жылмен салыстырғанда 3,5%-ға өсіп, жыл қорытындысымен 60%-ға жеткізіледі. Қазіргі таңда жалпы қалалық маңызы бар магистральды жолдардың 82,5 шақырымында құрылыс жөндеу жұмыстары жүзеге асырылуда. Нәтижесінде жыл соңына дейін 57,1 шақырымы пайдалануға беріледі. Сонымен қатар, Қонаев даңғылы жалғасының құрылысы мен айналма жолының қайта құру жұмыстары іске асырылуда. Қонаев даңғылын ұзартудың шаһар үшін маңызы зор. Бұл даңғыл мегаполистегі күре жолдардың бірі. Бұл жұмыстар қала әкімдігінің айрықша назарында. Бүгінгі таңда ірі жобалар қаладан шығатын барлық бағыттарды қамтып, Ташкент, Түркістан және Алматы бағыттарына шығатын жолдар желісінің құрылыс жұмыстары жүргізілуде. Қала жолдарында көлік кептелістерін болдырмау мақсатында 4 жол айрықтың құрылысын жүргізу жоспарлануда. Олар Рысқұлов, Қонаев көшелерінің қиылысы, Арғынбеков, Назарбеков, Назарбаев даңғылдары қиылысы, Жібек жолы, Сайрам мен Бәйдібек би, Төлеметов көшелерінің қиылысындағы жол айрықтардың құрылысы Шым шаһардың жол инфрақұрылымын едәуір жақсарта түспек. 2020 жылы ішкі орам көшелерін күрделі және орташа жөндеу, шағал тас төсеу жұмыстары арқылы жыл соңына дейін 49,8 шақырымды құрайтын 69 көше күрделі жөндеуден, 244,2 шақырымды құрайтын 202 көше орташа жөндеуден, 112 шақырымды құрайтын көшелерге шағал тас төселеді. Қала аумағында жалпы 36 көпір бар. Оның 5-еуі де қалпына келтіру жұмыстарына қаржы бағытталды. Нәтижесінде жыл соңына дейін толығымен аяқталады. Айта кетерлігі, жол инфрақұрылымын дамыту шаһардағы жұмыссыздықпен күресуге де елеулі үлесін қосуда. Мәселен, осы жобаларға жұмыспен қамту орталығы арқылы 1078 адам тартылып, жұмыссыз азаматтардың қатарынан алынды.